Видеоны көрместен бұрын парақшама тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Бабушка галстук тігу үшін бізге атлас матасы қажет. Ұзындығы 23 см, ені 15 см мата қажет, және ұзындығы 10 см, ені 5 см қажет. Резина қажет 30 см. Осы екі матамызды бір-біріне беттестіріп тігіп аламыз екеуінде. Сөйтіп оң қаратып, үстіне үтік басып, үтіктеп аламыз. Яғни тігісін ортасына келтіріп. Сонда бабочкамыз әдемі шығады. Машинканың көмегімен дәл ортасын бір-біріне беттестіріп тігіп аламыз. Ортасын тігіп алғаннан кейін ине жіптің көмегімен жиырып ортасын тігеміз. Яғни бабочка болу үшін ортасын склад салып тігіп аламыз. Сөйтіп жіпті 1-2 рет айналдыра шығамыз. Кішкентай матамызды алып, артынан машинкамен басып тіксеңіздер де болады. Мен ине жіптің көмегімен тігіп алдым. Осы кезде резинаны өткізіп алып тігіп алсаңыздар да болады, кейін резинаны өткізсеңіздер де болады. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай тіксеңіздер болады. Мен бұл 5-6 жастағы балаларға бабочка. Немесе резина болмаса петлямен тіксеңіздер де болады. Қажеттіктеріңізге жарасын. Рахмет сіздерге. Парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар.